кезінде мықты журналист едіңіз, Мақсат Толықбай. Депутат болып орындалды ма, іштегі Мақсат Толықтай? Мәке, бұған енді өлеңмен айту негізгі міндет емес. Ақындары осылайша сөз маржанын тересіз. Парламентте елдің сөзін айта алсақ, ол әрине келеліс. Екі апта аз ғой, бір 6 ай беріңіздер, не істегенімізге сол кезде жауап беремін. Балапанды күзде санаймыз дейсіз ғой, ә? Енді бұл бір мақсат тұтып барған ештеңеміз жоқ. Оның сыртында енді біз қарап отырсаңыздар, аптасына 5 күн бойы тікелей эфирге шықты ғой. Шамамыз келгенше мәселені қозғадық. Енді ұсыныс түсті партиядан. Әлеуметтік желіде жазғанда сондай депутат болам дегенше де аптасына 5 реттен телевизор ашып ана Ермат Бәпе айтып шеді, саған осы депутат болып не керегі бар? Онсыз бір партияның рөлін атқарып отырсың ғой деп. Сөйтіп айтып жүріп, өзі депутат болып. Сон біз енді барып жатырмыз. Енді әлеуметтік желідегі, телевидениеда, қоғамдағы сен белсенділігің өз алдында бұл жақта жұмыс мүлдем басқа екен. Қарап отырсақ, бұл енді бірінші кезекте заң шығарушы орган. Қарапайым мысал, қандай да бір салалық заңда бір оператор деген сөзді уәкілетті орган деген сөзбен ауыстыру керек. Былай қарасаң екі сөз ғой, орнына ауыстыра салады. 3-4 жиналыс өтті, талқылау мәжіліс. Ол жерде әділет министрлігі, салалық министрліктер, ертең оны күн тәртібіне шығарасың, сарапшылармен талқылайсың. Ол бір сөздің өзінде көп нәрсе өзгеруі мүмкін. Ертең пленарлық отырыста қабылданады. Одан кейін ол мәжілістен сенатқа кетеді. Одан кейін бар президентпен қол қояды деген сияқты. Енді біздегі комитеттің өзінде қазір 10-нан астам заң жобасы келіп түсті. Олардың қайсы том-том құжат телешкамен алып келеді. Сен күніне 400-500 парақ оқуың керек. Оны шетел тәжірибемен салыстырасың. Мысалы, өте ішкі жұмыстар көп. Депутаттық оңай жұмыс емес, білем, документ тасисың телешкамен. Кезінде. Заңдарды тасисың телешкамен деп, заңдарды тасисың телешкамен демекші.